Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біз алдыңғы сабақта жай тербелісі турасында үйренген едік. Яғни жай тербелісі дегеніміз не? Дененің тепе-теңдік орнының маңында жасаған қайталамалы қозғалысы. Мысалы, алты бақан тебу. Қайтеді? Алты бақан оңнан солға немесе солдан оңға қайталамалы қозғалыс жасайды. Оның тепе-теңдік орны жердің беті болған болса, қайтеді? Белгілі бір А және Б белгілі бір биіктікке қарай көтеріледі. Сонымен қатар, мысалы, жел соққан кездегі шөптердің тербелуі. Сондай-ақ, мысалы, домбыра, тыныш тұрған домбырадан әрине дыбыс шықпайды. Оны қайтеді? Оны біз сыртқы күштің әсерінен шерткен кезде қайтеді? Домбыра ішектерінің тепе-теңдік орын маңында қайталамалы қозғалыс жасауы, міне бұл жай тербеліс деген сөз. Енді бүгін осы жай тербеліс барысындағы энергияның өзгеру түрленуі, яғни дәлірек айтқанда кинетикалық энергия мен потенциалдық энергияның өзгерісі турасында сөйлейміз. Оқушылар кинетикалық энергия және потенциалдық энергиямен таныстық, яғни формула бойынша жазатын болсақ, кинетикалық энергия неге тең болды? 2-ден mv-ның квадрат деген сөз. Бұл жерде m деген дененің массасы, v деген дененің жылдамдығы деген сөз. Яғни кинетикалық энергия неден ие болатын болды? Қозғалыстағы дененің ие болатын энергиясы болды. Енді потенциалдық энергия неге тең болды? Ол mgh-ға тең, яғни массасы m болған дене белгілі бір h биіктікке көтерілген кезде ие болатын энергиясын біз не дейміз? Потенциалдық энергия дейміз. Енді бүгінгі біздің өтетін сабағымызда осы екі энергия қалай өзгереді, бір-біріне қалай түрленеді, сонымен танысамыз. Бүгінгі сабақтың мақсаты осы жай тербеліс барысындағы энергияның айналуын сипаттау. Түсіндіңіздер ме? Жақсы. Ол үшін біз мынандай бір мысал келтірейік. Мысалы, кеңістікте белгілі бір нәрсе, яғни массасы m болған бір зат ілулі түрдегі, мысалы 10 нүктес, оның тепе-теңдік орнын 10 нүктес деп алайық. Енді яғни алты бақан деп көз алдымызға келтірейік, алты бақанды көз алдымызға келтіріңіздер. Мынау Б нүктесі, мынау А нүктесі болса. Енді қараңыздар, осы алты бақанды деп айта берейік. Осы алты бақанды О нүктесінен біз А нүктесіне көтеріп апардық. Осы барыста қандай өзгерісті болады? Біз О нүктесінен А нүктесіне көтеріп апарған кезде қайтеді? Оның тепе-теңдік орны О нүктесі. Ол жерде биіктік 0 дейміз, санақ денесі деп алатын болсақ, биіктік 0, тепе-теңдік орнында жылдамдық 0. Енді біз оны А нүктесіне қайта көтеріп апардық дейік. Енді А нүктесіне көтеріп алғаннан кейін не істейді? Мынау қараңыздар, біздің санақ биіктігі мен мынау дененің көтерілген биіктіктің ортасында, яғни қандай болды? Белгілі бір h биіктік пайда болды деген сөз. Мына Б нүктесі жағында да ұқсас, қазір айтамын. Енді h биіктікке ие болғаннан кейін қайтеді? Біз оны көтеріп апардық, ендеше h биіктік бар деген сөз. Онда ол қайтеді? Онда ол потенциалдық энергияға ие деген сөз. mgh потенциалдық энергиясына ие. Енді біз А нүктесінде ұстап тұрмыз, бірақ оны қоя бермедік, Не істейміз онда? Ол жерде жылдамдық 0 деген сөз. Яғни қозғалыс жоқ. Ендеше кинетикалық энергия неге тең болады? 0-ге тең болады деген сөз. Түсіндіңіздер ме? Яғни А нүктесінде белгілі h биіктік болғандықтан ол потенциалдық энергияға ие болып тұр. Енді қайтеді? Ол жерде тыныштықта тұрғандықтан ол не істеп тұр? Кинетикалық энергияға 0-ге тең болып тұр. Түсіндік қой, Енді О нүктесіне қарай қоя бердік. А нүктесінен біз қоя бердік, Қайтты, биіктік мысалы мына жерде 2 метр болған болса, қайтеді, барған сайын кішірейіп, мына О нүктесіне келген кезде қайтеді, тепе-теңдік орнына келген кезде биіктік қайтты, биіктік 0-ге тең болды деген сөз. Онда биіктік 0-ге тең болса, қараңыздар, mg мен 0-ді көбейсек 0 болады да, яғни 0 мен әрқандай санды көбейсек 0 болады деген сөз. Енді қайтты, бірақ бұл жерде қайтеді, v қайтеді, v максимал жылдамдық алады деген сөз. Яғни жылдамдық қайтеді, тепе-теңдік орнынан өткен кезде ең үлкен мәнге жетеді. Сондықтан қайтеді, жылдамдық ең үлкен мәнге жетеді, онда кинетикалық энергия ең үлкен мәнді қабылдайды. В максимал жылдамдықтың квадраты болып жазылады. Түсіндіңіз ба? Енді келесі А нүктесіне қарай өтті дейік, А нүктесіне қарай өтті, Б нүктесіне қарай өтті. Ол барса қайтеді, жоғары қарай қайтеді, жылдамдық үздіксіз баяулайды деген сөз. Ал бірақ қайтеді, салыстырмалы түрде алғанда, мына қараңыздар, мына биіктік қандай? Тағы да h биіктік бар деген сөз. Онда Б нүктесіне барған кезде не істейді? Биіктік болады. Ол тағы да ұқсас, А нүктесі сияқты максимал биіктік дей берсек болады. Сондықтан ол қандай энергияға ие болады? mgh потенциалдық энергияға ие болады деген сөз. Енді бірақ қайтеді? Ол барған сайын қозғалысы баяулап ең соңында Б нүктесіне жеткен кезде тоқтады. Егер тоқтамаса, ол жалғасты ары қарай қозғалу керек еді. Онда не болды?
В жылдамдық тең нөлге тең болды деген сөз. Онда қайтеді? Кинетикалық энергияға нөлге тең болады. Демек қараңыздар, А нүктесінде потенциалдық энергия ең үлкен мән болған, яғни МЖH болған. Енді қайтты, ол нүктеде жылдамдық нөлге тең, сондықтан кинетикалық энергия нөлге тең болды. Енді О нүктесіне жеткен кезде не істеді? Биіктік нөл болды. Онда потенциалдық энергияға нөлге тең болды. Енді қайтты, ол ары қарай қайсы үлкейеді? Сол мезетте жылдамдық үлкен мәнге алды. Сондықтан қайтеді? Мына нүктеде, яғни тепе теңдік орында дененің кинетикалық энергиясы ең үлкен мәнге жетті. Яғни ол жерде кинетикалық энергия бар деген сөз. 2-ден м в-ның квадраты максимал. Енді Б нүктесіне қарай қозғалысына келетін болсақ қайтты. Б нүктесіне қарай қозғалу барысында оның не істейтін болды? Оның биіктігі артатын болды. Онда потенциалдық энергия артатын болды, е болатын болды. Ал Б нүктесіне барған кезде жылдамдық қозғалып, соңында кішірейіп нөлге тең болды. Ендеше қайтеді? Кинетикалық энергияға нөлге тең болды деген сөз. Сонымен қайтты, Б нүктесінде кинетикалық энергия нөлге тең, потенциалдық энергия mgh-ға тең болды. Демек, көрдіңіздер ме? Мына бір барыста кинетикалық энергия, мына жерде потенциалдық энергия, мына жерде кинетикалық энергия айналды О нүктесінде, ал О нүктесінде кинетикалық энергия Б нүктесіндегі потенциалдық энергия айналды. Енді қайтадан керісіне қарай жүретін болса, Б-дан О-ға, О-дан А-ға қайтеді. Дәл осы барыстың өзі, қараңыздар. Мысалы, Б нүктесінде қандай болып тұр? Биіктік бар, онда ол нүктеде mgh, яғни потенциалдық энергияға бар. Бірақ ол жерде тыныш тұрғандықтан не істейді? Кинетикалық энергия нөлге тең. Енді О нүктесіне қарай қозғалды дейік, О нүктесіне келген кезде қайтеді? Биіктік нөлге тең болады. Қараңыз, барған сайын кішірейіп, сонда нөлге тең болды. Ол жерде қайтеді? Потенциалдық энергия нөлге тең. Енді не үлкен мәнге жетеді? Максимал биіктік, яғни ол кезде жылдамдық максимал мәнге алады да, кинетикалық энергия ең үлкен мәнге ие болады. Түсіндік па? Енді А нүктесіне қайтадан барған кезде қайтеді? Мына Б нүктесімен ұқсас, биіктік үлкен мәнге жетеді. Потенциалдық энергия бар, ол жерде қайтеді? Жылдамдық кішірейіп, сонда нөл болғандықтан кинетикалық энергия нөлге тең болады. Түсіндіңіздер ме? Міне, бүгінгі барыстың, сабақтың ең маңызды түйіні осы ғана. Осыны біліп алсаңыздар болды, басқа ешқандай нәрсе керек емес. Осы бір процессті түсініп алсаңыздар болды. Енді сіздер түсінген болсаңыздар, сіздерден сұрап көрейін. В А нүктесіндегі жылдамдық неге тең? В О нүктесіндегі жылдамдық неге тең? О Б нүктесіндегі жылдамдық неге тең? Қанекі осыны жазып көріңіздер. Сосын А нүктесіндегі биіктік неге тең? О нүктесіндегі биіктік неге тең? Және Б нүктесіндегі биіктік неге тең? Осыны сіздер осы 6 сұраққа жауап бере алсаңыздар, осыны дұрыс жазалсаңыздар, бүгінгі сабақты түгел түсінген боласыздар. Қанекі жазыңыздар. Мен сіздерге бір 5 секунд уақыт берейін, или 10 секунд уақыт. Қараңыздар, өте оңай, қараңыздар, А нүктесіндегі жылдамдық неге тең болды? А нүктесінде жылдамдық жоқ, ол жерде тыныш тұр, ендеше нөлге тең деген сөз. О нүктесінде жылдамдық үлкен мәнге ие болды, ендеше ол жерде максимал мәнге ие. Б нүктесінде қайтып қозғалып барып, соңында тоқтады, ол жерде нөл болады. Енді А нүктесінде биіктік қайтеді, ол максимал биіктікке жетеді. О нүктесінде нөл болады, Б нүктесінде максимал мәнге жетеді. Түсіндіңіздер ме? Міне, осыны түсінсеңіздер, бүгінгі сабақты 100%-ға түсінген боласыздар. Түсінікті ме? Енді қараңыздар, жаңағы біздің тепе-теңдік күйінде қозғалыс жасап жатқан жаңағы 6 бақан дедік қой. Дәл мына мысалға қараңыздар, тыныш тұреді. Оны көтеріп қайттық, біз А нүктесіне жеткіздік. Қараңыздар, мынау А нүктесінде тұр қазір. Бұл жерде қандай энергияға ие болады? Потенциалдық энергияға ие болады, Бірақ бұл жерде не нөлге тең болады? Кинетикалық энергияға нөл болады. Енді қараңыздар, қозғалды, қозғалысын бастады. Қай жерге келді? Тепе-теңдік орны. Қай жерге келді? О нүктесіне келді. Бұл жерде кинетикалық энергияға. Енді келесі Б нүктеге барды. Бұл жерде қайтеді? Кинетикалық энергия нөлге тең, потенциалдық энергия бар. Түсіндіңіздер ғой? Міне, біздің жаңа талқылаған нәрсеміз осы, Яғни кинетикалық энергия, мына жерде қараңыздар, потенциалдық энергия кинетикалық энергияға қандай өзара алмасып жатыр. Түсіндік па? Міне осы мысалды түсінсеңіздер болды. Міне бүгінгі сабақ осы. Енді сіздерге үй тапсырма. Осы жалпы барысындағы кинетикалық энергия потенциалдық энергияға, потенциалдық энергияның кинетикалық энергияға айналуын толық жаттап келіңіздер. Жақсы, назарларыңызға рахмет.